Алыпсоқ шидем күпінеске бөлімі. Сыраны қана ішіп, қатты ұйықтаған Мұқан кенет оянып, кереуетінің үстінде жағын жұдырығымен сүйеп, біраз отырды. Тізілген керуеннің түйесіндей өткен өмірі көңіліне елес беріп, көз алдынан өтіп жатты. Ауыл мен балалық өмірдің қызықтары елестеді. Есіл бойының жазық даласы, бұйраттанған қырат, сайлары кейде кеңіс, кейде жіңішкеріп, шашыранды ауылдар жағасын жайлаған өзен алабы көк орай шалғынға малынып тұрғандай. Шамасы келгендер жайлауға көшіп, көліксіздері қыстау айналасына киіз үйлерін тігіп, бірер сауынның ағын талшық етіп отырғандай. Жасынан балпаң басып, жедел жүре алмайтын Мұқанын ертіп, әжесі көрші ауылдың біріне келе жатқандай. Артына айқастырып ұстаған қолы, сымбатты тұлғасына мән бергендей. Әжесі не істесе соған еліктеген Мұқан қолын артына ұстап, жан-жағына қараумен болып, кейіндеп қала беретін еді. Әжесі кейде көгалға отырып тосып, кейде бұтаның басын ұстап, сүйене тұрып артына қарайтын да. Жайбасарым-ау, жүрсейші құлыным, күн ысымай үйге жетелікте. Серігім менің, қартайғанда ермегім болсын деп берген, жетім қозым менің, дейтін еді. Олақ баланың қардан епетейсіз етіп соға салған аяз атасы сияқты болбыраған Мұқан аяғын сүйрете басып, үндемей жақындай беретін. Әжесі біраз жерге арқалап апарып, деп отыра кететін де. Енді өзің жүрші қарағым. Міне, үйге де жетіп қалдық. Қарныңды ашқан шығар. Мына құртты аузыңа сала жүр. Деп камзолының қалтасынан бір құрт алып, қолына ұстатар еді. Осы көрініс есіне түскенде, Мұқан сол құрттың суын сорғандай жұтына бір тамсанды да, орнынан атып тұрып, жан-жағына қарады. Ол үлкен қаланың бірінің жатақханасынан Есілді іздеп еді. Есілде, әжесі де болмай шықты. Құрт берген Айсарының мейірімді үні құлағында тұрғандай болды. Еркелегенде әжесінің алдына отыра кететін әдетімен кереуетіне отыра кеткен еді. Қарсы алдындағы айнаға көзі түскенде, бұйраланып өсіп қалған сақалын көрді. Қой, енді болмады. Кеттім. Есілдің суынан бір шелек су ішпей, мейірімім қанбас, деді де, сақалын алып, цирк бастығына барып, ұзақ мерзімге рұқсат алды. Сөйтіп, Мұқан еліне қайтты. Күзде келген Мұқан қар жауғанша қайта алмады. Боқыраудың жәрмеңкесінен қайтқан қалашылар дуанға көшпелі цирк келгенін, бір топ палуанның күресіп жатқанын, ішінде алып денелі 2-3 кісі барын таңырқай айтты. Цирк кісілері Нұрмағанбет палуанды күреске шақырып, ауылына хабар жіберген екен. Ол Алатаудағы нағашысына кетіп қалыпты. Олар палуан Шолақты көруге ынтық болған екен. Оның болмағанына қатты қынжылысты. Ақпатшаның палуаны Мұқанды неге шақырмайды? Белдерін бүктеп, қамшы етіп жіберсін, деді ауылдың жүген құйысқан өретін мұртты ұстасы. Ой, тайрай, бұлары Мұқанның ұстауына келмейтін ұсақ тиектер шығар. Қайдағы ұсақ? Ішінде Мұқандай 1,5 келетін біреуі бар деп отыр ғой. Сонша бойды циркке суға бойлатқалы алып келді дейсің бе? Оның да өзінің сенген бірдеңесі бар біреу шығар. Мұны айтпаңдар. Бұл олармен күресуге қорқады, деді жасынан қылжақтап бірге өскен құрдасы. Мұқан ақпатшасыз жерде күреспейді. Мүзейді дәулермен күрескенде патша қасында тұрып, жығылсаң, айтқанымды істемесең, басыңды кесем деп қорқытып жыққан көрінеді ғой. Әй, былшылдай бермесейші, құлағыңды жұлып қолыңа ұстатайын ба? Әне, маған ғана шамасы келеді оның. Өзіне қалтамдағы тышқанымды қоя берейін бе? Нанбасаң өзің қолыңды сұғып қарашы. Міне, шиқылдап тұр, деп қалтасын Мұқанға қарай жақындатты. Сондай сөзіңді айтпашы. Неге керек тышқанды айтып? Ендеше дуанға ертіп жүр. Ана дәулерді жығып ақша алып бер маған. Болмаса, бүгін қырманға барып, бір дорба тышқан әкеліп, сен жататын жерге қоя берем.
сөйтіп сені еріксіз дуанға алып барам. Дуандағы палуанмен күрескің келмесе, шиқылдаған тышқанның ортасында жат. Қой деймін енді, тышқаның құрысын. Қоймаймын. Әй қатын, менің дорбамды алып берші. Қазір қырманға барып, тышқан алып келейін. Мен мұны ауылда босқа жүргізбеймін. Сондықтан барып күрессін. Маған қант жайға ақша керек. Ана палуандарды жығып, ақша алып берсін. Оны істемесе баратын үйінің бәріне тышқанды қаптатып жіберемін. Сен өйтіп мазалай берсең, құрдас Петроградқа кетіп қалмай ма? Мен оған бара алмаймын екем. Петроградтың сарайына бір қап тышқан апарып өргізіп жіберемін. Отырған адамдар біраз күліп, құрбылардың әзілін сүйсіне тыңдасты. Кейбір қарт кісілер, қарағым, Мұқан, айтты айтпады, осы ауылдан өрбіген баламыз болсаң да, алып күшіңді ел аузынан естіп қуанамыз. Белдескен палуандарды қалай жығатыныңды әлі көргеніміз жоқ. Сен дуандағы палуандарға барып, бізге қалай жығатыныңды бір көрсетсейші. Дуанға баруға бәріміздің уақытымыз болмаса да, біразымыз барамыз. Көбімізден көрген соң, жаңа күрестің сипатын айта жүрерміз. Ондай тамаша біздің қолымызға түсе бере ме? Қарын қолтықтап қыста келіп қалды. Осындай маусымда уақыт таппасақ, ақпан қаңтарға таялған соң, боранмен жұлқысып қалғанымыз ғой, десті. Менің куәліктерімді көрген соң, бұлар күреспей қояды ғой. Тіпті қағазыңды көрсетпе. Мұқан Мұңайтпасов деп айтпайық. Жай ел кісісі болып барып-ақ күрес. Онда француз күресін қайдан үйрендің дейді ғой. Осы бізге қазақша күресіп жығып берші. Соныңды көрсек те болады. Солай етуге болады. Маған саптама етік, шидем күпі тауып беріңдер. Өз киімімді көрген соң-ақ олар шектеле береді. Керектің бәрі табылып, көршілес ауылдың он шақты кісілері Мұқанды алып дуанға жүріп кетті. Өнерін қыстай көрсетуге келген цирк ойындарын соз бойдаға салып жүргізіп жатты. Елдің өте-мөте ынтығатын қызығы күресі. Келген қарқында біраз қызығып көріскен ел, дүмеп келетін көпшілік сиреп, цирктің табысы да сұйылып тұр еді. Циркке қазақша күрес көрсетсеңдер екен деген тілек үсті-үстіне түсіп жатты. Іздеген палуан шолақ таптырмай, қазақша күреске мықтылау біреуді табу олардың да арманы болып жүреді. Ол тілегі де орындалды. Көліктерін таныс үйлеріне байлай салып, кештеніп келген кісілер шыбыртқы қамшыларын белдеріне қыстырған күйі циркке келіп, арзан билетпен ішке кірісті. Күпілі, дәу қара палуан дейді. Ол цирктегі дәулермен күресетін ойы бар екен. Бүгін шамасы келетінін байқап, сөйлесетін көрінеді. Жүріңдер, бізде сөйлескенін көрейік, деп біраз қалалық қазақтар да жөңкіліп келді. Кейбіреулер, бұған ауылдың палуаны тіркеле ме? Француз күресінің оқуын оқыған Мұқан сияқты дәулер болмаса, ол неге келмейді екен? Ақ патша жібермейді дейді ғой. Болмаса осыдан 5-6 жыл бұрын кездескен татарға елді сағындым, қайтам деген екен. Келді деген хабары естілмейді ғой. Ол келсе де бұлармен күреспейтін шығар. Әу, сіз бұларды қомсынасыз ба? Әне бір Батумскийдің бейнесі алаңғасар алыбыңнан кем емес қой. Әй, тәйірі, сол неменің нардай қоқырайған денесі болмаса, бор кемік, бос буын неме шығар деймін. Өйткені арбаңдап қимылында икем жоқ. Осындай қосалқы сөзбен уақыт өткізіп, цирктің алғашқы бөлімдерін көрді. Енді палуандар көрініске шығып, күресетін бір палуанның атын атады. Бізге қазақша күресіп, неге қызық көрсетпейсіздер? Өздеріңе ақша керек болса, қазақша күресіңдер. Қатын бала, шал кемпір түгел келіп, мына аңырап тұрған циркті лық толтырар едік. Сендерге ақша да қап-қап болып түсер еді. Ол тілектеріңді орындауға Нұрмағамбет табылмай жатыр, ақсақал. Ол болмаса елдің іші егіз емес пе? Нұрмағамбет жалғыз емес. Иман Жүсіп бар, Мұратбек бар, қартайыңқыраса да Ержан палуан бар.
Мұқанды Петроградқа алдырып, Ақпатша жібермей жатыр. Солардың басы қосылса, өзіміз осындай бір цирк соғар едік, шіркін. Ол мынау дей берген құрдасының жанында отырған Мұқан қалың киімінің сыртынан санын қысып жіберіп өзіне қаратты. Үндеме, сенің сан етіңді жұлып алып, шалбарыңның жыртындысына орап қолыңа ұстатам, деді Мұқан. Цирктің қожайыны, Тамыр, бізбен сөйлесші, біздің саған айтайық дегеніміз бар. Мұна бір орынға отырып, тізеңді бүк, деді Мұқанның нағашысы Қали қарт. Бұл не айтады екен деп таңырқап келіп, отыр деген жеріне отырды бастық. Тамыр, сен мына күпілі қазақты қара, ол менің балам. Ауылда мал баққаннан басқаны көрмеген. Күші жоқ емес. Егер беретінің болса келісіп, уәдеңді берсең, бұл сенің барлық палуаныңмен қазақша күреседі. Ал жығылса, көк түйін сұрамаймыз. Керек десең, астыма мініп келген түйемді беріп кетем. Цирк бастығы жуан мойнын бұрып, қарттың мүйіз шақшасын нұсқай көрсеткен қазаққа қарап, бет әлпетін бір шолып өтті. Кең күпіні өңірін ашып тастап кеудесін кере, шалқайыңқырап отырған Мұқанға көпті көріп, көп кісінің бейнесінен мінезін сезгендей болатын цирк бастығы ойлана қарап, бір сыр ұққандай болды. Бастан аяқ киген киімінен ауыл адамының қоңыр күйлі бейнесін көрді. Қырынып жүріп, жаңадан қойған бұйраланған сақал, мұрты бір шек келтірді. Оған қосымша, бұдан басқа ауылдан келгендер цирк бастығы төре деп, оның киген киіміне, тіпті сол цирк үйінің құрылысына сұқтана қараса, мұнда ондай таңырқану жоқ, бір түрлі салқынқандылық, тәкаппарлық сезілгендей. Бұл сырды тез ашам ба деген үмітпен. Сен орысша сөйлесің бе? Деді бастық. Не дейді мынау? Сен ұғасың ба? Деп қасындағы құрдасына қарады Мұқан аңырғандай болып. Мен қайдан білейін? Өзің білмесең, деп бетіне қарап жымиды ол. Мұқан басқарушыға қарап, басын ақырын шайқады. Ол білмейді десті жамырай сөйлеп қасында отырғандар. Басқарушы күмәнді пішінмен жымия күліп, алақанын жайды. Келушіні көбейткенде бір жаңалыққа мұқтаж болып отырған ол қазақша күресем деушімен келісті. Қазақ күресінің дұрыс орындалғанына билік айтатын комиссия құрылуы қажет екенін айтты. Ал беретін еңбек ақыға келгенде цирк бастығы күтпеген ұсыныс жасады. Ол қазақша күреспен әр палуанда жыға қалған күнде 5 сомнан ақша берейін. Жығыса алмай кетсең 3 сом берем. Ал жығылсаң, мына әкең айтқан ештеңе дәметпе, деді. Оған тілмаш арқылы сөйлесіп отырған ауыл палуаны көнбеді. Сенің 12 палуаның бар екен. Онымен түгел күресем, жықсам әрқайсысына 25 сомнан ақша төле. Тағы да мына бүгінгі күресің сияқты күніне біреумен күресіп уақыт созу болмасын. Бір күнде ақ күресіп аяқтап кетем. Ол болмайды, деп цирк бастығы шошып кетті. Біздің цирктің күндік табысының өзі 25 сомнан артпайды. Оны саған беріп, топты жан аш отыра алмаймыз. Бірінші группадағы 4 палуанымыз ғана айына 25 сом алады. Ауылдан келген азамат ақша табу оңай деп ойлама, деді цирк басқарушысы күле сөйлеп. Мен 60 сом үшін бұл сарайыңда 12 күн жүрмеймін. Онан да 12 қойымды аман қыстан шығарсам, 60 сомдық қозы туып береді. Палуандарыңның ұсқынын көрдім. Күрестірмесеңіз, ертең қайтам. Ауылдан келген палуан күрескелі сөйлесе бастаған соң, көпшілік тарамай орындарында отырып қалған еді. Күресетін кісілерін көруге асыққан палуандар цирк ойыншылары айнала анталасты. Оның алдымен күресіп көрмей, алымын сөз етіп отырғанына палуандар тәлке кете бастап. Бұл бізді көрген соң күреспей қалуды ойлап отыр. Шамасы бұрын қазақша күресті де көрмеген біреу сияқты. Белгілі палуан болса, қазақтар таныр еді ғой, мұны ешкім білмейді, десіп өзара әңгіме етісті. Мұқан оларға көз қиығын ызалана бір тастап қойды да.
білдірермін сендерге, деп түйді ішінен. Оның қазақша сөзін цирк бастығына әзер түсіндіріп отырған тілмаш та палуандардың әлгі айтқан сөзін аңғарып отыр еді. Мұқанның күңкілдеп қайтарған жауабын естігенде ол шектеніп, біздің палуан жігіттің орыс тіліне түсінетіндей түрі бар ма деймін, мыналарға білдірермін деп қалды ғой, деп ауыл кісілерінің бетіне қарады. Оған Мұқанның нағашысы: қой, қарағым, жай айта салған сөзі болар, орыс тілін білсе өзі сөйлеспей ме, деді қымтағандай болып. Әй, қайдам, деп тілмаш оған иланбайтын пішінін көрсетті. Мұқан іштей палуандарды ұсақсынып, көптің алдында бұларды сойған лақтай көтеріп ұрып беделін түсіру обал ғой деп отыр. Сондықтан алым келісімін сылтауратып күреспей кеткісі келіп еді. Олардың қорқып отыр дегеніне намыстанып, бұларды бір емес екіден жығып масқаралайын деп бекінді де келісімге келді. Әй, сенің күндік табысың 25 сом болса, мен күрескенім үшін түкте сұрамаймын. Тіпті 100 сом тапсаң да ақша бер демейін. Мына жұрт мен күресем дегенге келіп отыр. Егер де мен шындап күресетін болсам, халықтың бұдан да көп келетініне сенемін. Маған күн сайын түскен ақшаның 100 сомнан артығының жартысын ғана беріңдер. Ал оған қиянат жасап, ұрлық істеме. Кассаны тексеретін комиссия құрылсын. Ал мен осы 12 палуаныңыздың бірінен жығылсам, тыйын алмаймын. Егер екеуінен жығылсам, мініп келген 8 ат, 4 түйеміз бар. Соларды түгел беріп кетем, деді Мұқан. Ойпыр-ай, мына Жайбасар ауылға мені жаяу қайтаратын болды-ау, деді құрдасы. Үндеме, түйеңе ақша артып қайтасың, аман болса. Жығылсам, мініп келген көлігіміз түгел сендердікі болады дегеніне шала түсінген кіші палуанның бірі орнынан секіріп түсіп, біреуі менікі деп қолына түкіріп қойды. Оларша бұл айтылып отырғанның бәрі боза үстіндегі бос сөз сияқты сезілді. Циркке келушілерден 100 сомнан артық ақша түспейді деп ойлады. Ауыл палуанының айтуы бойынша шарт жазылды. Кассаны тексеретін, күнделікті табысын айтып отыруды тілмаш жігіт өз міндетіне алды. Ол үшін цирк бастығы ертең бұйрық бермекші болды. Цирк басқарушысының уақытты созыңқыраймын дегеніне де таласпады Мұқан. Қызық енді болды. Ертең қазақша күресті көреміз. Нұрмағанбет болғанда жығатынына сөз жоқ еді. Мұны кім білсін? Әлі жас. Шолақтай тіс қаққан емес екен. Өзінің аты кім еді? Жайбасар деп отырған ғой қасында отырған жігіт. Ол құрдасы ма? Әзіл айтар әзілкеш біреу ғой деймін. Әлгі шартта кім деп жазды екен? Сейітмұрат, сен алдыңғы жағында отырдың ғой. Атын айтқанын естідің бе? Меніңше, онда жазғаны да өзінің аты емес. Оның атын айтқаны өте қызық болды. Ол алдымен менімен күресетін палуандарыңның атын жаз деді. Цирк басқарушы Петросибирский, Михаил Шатинский, Замук Батумский, Иван Уралский деп тізді де, ал өз атыңды айт дегенде, ол тілмашқа қарап, бұлардың бәрі ски екен, мені де алып соқ Шидем Күпінский деп жазсын деді. Шартқа солай деп жаза салды. Цирк адамдарына келушілер көбейсе болды. Бұл қазақ бізді жығады деп жүрген олар жоқ. Шіркін-ай, осындай уақытта Мұқан келер ме еді? Сырттан атағын құшақтатқанша бір келіп жүзін көрсетсе қайтеді? Ертеңіне цирктің жарнама тақтайының бетін түгел алған жаңа сурет жапсырылды. Онда цирктің 12 палуаны бейнеленіп, олардың қарсы алдында түлкі тымақтың сол жақ құлағын ішіне қарай жымырып киген саптама етік шидем күпілі қазақтың суретін салған. Ол беліне жуан арқан байлап, білегін сыбанып, кел бермен дегендей жұлқынып тұр. Бұл ауыл палуаны Алпсоқ Шидем Күпінский деп жазылыпты. Ертең қазақ күресі болады екен деген хабар бүтін қалаға, ауылға түн ішінде-ақ тарап болып еді.
Цирктің барлық орынға деген билеттері түкке жетпей таусылды. Билеттің құнын сұрау деген жоғалды. 5 тиындық билеттер 2 есе артығына сатылып жатты. Түс қайта дуандағы белгілі мырзалардан бізге орын қалдыр деген хаттар басшысының столын басып кетті. Мөлшерлі орындарынан 2 есе артық билет сатып қойған цирк қосалқы орындар жинап әбігерленді. Кешке ойын басталғанда кең цирктің ішінде аяқ басып тұрарлық жер қалдырмай қаптаған көпшілік жеңіл өтетін программадағы ойындарды көрмей, палуандар шықсын, бізге ауылдан келген алпысоқты көрсет, десіп шуласты. Оны көрсететін сағатта жетті. Цирктің күндізгі болған өндірістік кеңесінде бізге Құдай көктен сұрағанымызды жерден беріп отыр. Мен цирк басқара жүріп, мұндай көрушінің көбейгенін көрген емеспін. Егер күнде осындай адам келетін болса, мұны қыстай ұстар едім. Не пайда? Жығылуға ынтыққан ел асығады. Ал алғашқы жетіні қалайда созуға тырысайық. Қазақ күресінде шалып жығу деген болады. Оны істемеуге келісті. Орыстың жата қалып ататыны болмауын да тіледі. Тек күштерің басым болды екен деп ұстасқан жерден алып ұрмай, уақыттың созылуын ертеңге қалдыруды ойлаңдар. Өңештеріңді жібітетін цирктің түсімі көбейсе, өз бақыттарың үшін екенін өздерің білесің. Меніңше, ол ауылдан келмей қала ішінің адамы болса, осы қазақты спорт мектебінен шыққан кісі дер едім. Орыс тілін білмейді екен деп ұят сөздерді де айтпаңдар. Орыс тілін түсіне ме деп қалдым. Өйткені орыстардың өзі түсіне бермейтін цирктік жаңа сөздерді тілмаш қазақша айта алмай отырғанда ол түсіндім деп қолын сілтеп отырды. Нағыз аңғырт біреу болмас ол. Олай болса байқау керек. Бұл жай қазақ болмай, баяғы поддубныйға серік болған Черный Иван болып жүрмесін. Оны осы қырдың даласынан келген деп естушем. Оған кезіксең, сақалыңды сипай бер. Черный Иван десіп бәрі де таңырқасты. Қой, ол шетелге кеткен топта болатын. Мен Москвадан шыққан бір газеттен жаздың аяқ кезінде оқыдым. Ол қазақ болмауы керек. Оны мен де танимын, деді Дмитрий Томский. Мен де жақсы танимын, деді Черный Замок Батумский. Айтпақшы, Замок, сен Иванмен күрестім дейтін едің. Сол қара Иван емес пе өзі? Ол сары Иваннан қалай? Ол қара, сары Иван дегендердің түсі болмаса, күші бір шайтанның баласындай, деп жаратпаған пішінмен мәңгірледі. Өйтетін бұл мұқаннан 2 рет жығылған палуан болатын. Дмитрий, сен қайдан көріп жүрсің оны? Күрестің бе? Күрескенім жоқ. Біз мектеп бітіріп, тәжірибе жұмысына шыққанда олар Хорьковке күресіп жатыр екен. Бізді солардың сынағынан өткізгенде менің жетекшім Черный Иван болған. Қайда? Ол тұлғасына адам таң қалатын палуан. Мынауың оның тырнағына да тұрмайды. Қой енді, ол болмаса болмай-ақ қойсын. Менің тануымша, бұл қазақты сендер лақтырып тастай салатын сыпыраның шөлмегі емес. Байқаңдар, деді. Қара Иван болып сорлап қалмасақ болды. Неше күнге созып жықсақ та, ерік бізде ғой, деген палуандардың үміті бір түрлі күдіктілеу болып қалды. Цирк алдымен 3-ші топтың 2 палуанын дайындады. Бәйгеге тігілген бір ат менікі деп қолына түкірген шағын денелі Митя Амурский шықты. Мұқан отырған жерінде сыртқы киімін тастап, үйден әзірлеп келген жалаңаш етке киген шолақ шекпеннің белін қыл шылбырмен байлап, саптама етігін тастап, мәсімен ортаға келді. Әдеттенген аяқты қанша жай адамдарша басамын десе де, мектепте үйренген қалпынша кетті. Көпшіліктің қол шапалақтау, айқай шуымен цирк адамдары аңғармай қалды. Ол кішкене стол қойып орындықтарға отырған комиссияға қайырылмай палуанға барды.
Мынаның аяғы бала кезінен ширап, жылдам басатын болыпты. Тегі жығатын шығар, құлшынып кетті, деді құрдасы. Күресетін кісісіне жақындағанда қолын соза керіп кеудесін көтере, бой құрысын жазғандай болды. Тон сыртынан киетін шекпеннің кең жеңін ойнап тұрған бұлшық ет қыртыстандырып жіберді. Әне, бұлшық еті темірді жарғандай, бұл қайдағы ауылдан келген адам болсын, деді цирк палуанының жанында тұрған басқарушы. Күресетін уақыт 40 минут. Орындайтыны қазақ күресі екенін жарияланды. Әй, Тілмаш, мынаған мен қазақ күресінің тәртібін айтам, әбден түсіндір. Мен көрсеткенді бұзса, маған өкпелемесін. Палуан, әлі асықпа, қолыңды ербеңдетіп қайтесің. Ұстай алсаң, менің белім еркін тиеді қолыңа. Өзің қолыңды маған бер, деп екі белегін сыға ұстап, өзінің белбеуін екі бүйірінен сығымдата оған ұстатты. Сөйтіп оның белбеуінен өзі ұстап, бүйірін қусыра өзіне қарай бір тартты да, қайта кейін итеріп қойды. Мынауың бос, міне, менікінде етіп беліңді қатты бұ. Ұстасқанда белбеуің бос болса, беліңді қиып кетеді. Нанды содан тауып жеп жүрген саған ол бел ертеңде керек. Түсіндің бе? Жақсылап түсіндір, Тілмаш. Өзің божыратып сөйлейсің, орысша аз білесің бе? Әлде менің айтқаныма түсінбейсің бе? Деп Тілмашты да кекеп қойды. Ондаған жыл күрессіз өткен, күнін шықпаған, күндей көретін Мұқан 2-3 ай ауылда болып зерігіп қалғандықтан циркке келіп шешінгенде суына қайта түскен балықтай жадырап кетті. Қарсы палуанына қазақ күресін баяғы өзі үйреткен дядя Иван подобныйша үйретеді. Бірақ Мұқанның қолы тиген сайын денесін темір тістеуікпен тістеткендей, жанын жеп, жығы үмітін түзелгендей үзіп те болды. Ойына Черный Иван деген сөз еріксіз түсе берді. Қазақ күресін үйретемін деп, ілгері тартып, шегіндіріп, білегін қысып, бүйірін сығып жатқанда, қарсылық көрсетудің орнына сілейіп қалған Митяны көріп, жайың қалай, деп басқарушы егін қақты. Ештеме емес, Бірағың не? Бұрын күреспеген соң, мынау үйретіп жатыр ғой. Арбасын өзі соғып мінетін ұстаға кездессең керек. Оның сөзімен Мұқанның ісі болмай, әй, бір аяғыңды алға бас, былай, деп балтырын біреу өзіне қарай күйрете тартып қойды да Тілмашқа. Бұған айт, орысша күрес араластырам деп жерге аунамасын, онда мұрным бұзып алады. Деп кейін шегініңкіреп барып палуанға қарады. Тезірек ұстаз, тойға ертіп келген балаңдай баптап кеттің ғой, деген біреудің асыққан даусы шықты. Оған қобалжыған Мұқан болмады. Шолақ шекпенінің жеңін сыбанып тұрып, әй, тайыры, несіне асығасыңдар? Ұстасатын кісіні ұстап көріп жатырмын. Бұл да қыздардың шиден істеген қуыршағы емес сияқты. Не боларын кім білсін? Өзінің үйреткеніндей ұстасып, әдіс алысқандай біраз жүрді. Митяның кеудесін көтеріп, денесін өзіне қарай тартқысы келген қимылдарына бүйірін сыға нығарлай, аяғын қимылдатқызбай тастады. Жығыс уақытының 25 минуты өткенде Митяның бүкіл денесін тер басып, жүрек ауруы ұстағандай ентігіп жүреді. Көпшіліктің шыдамы кетіп, шырағым, алып соқ, бұл қай ермегің? Болдырсайшы, десті. Әй, ағалар-ай, болдыра алмай жүрмін ғой, деді ұстаса жүріп. Болмай жүрген түгі жоқ, өзің ойынға айналдырып жүрсің. Ағайын-ай, қинадыңдар-ау, сыйыныңдаршы аруаққа. Хап деп еңкейген еңсесін жоғары көтергенде Митя айырдағы шөптей дәл төбесіне келді. Атып жібереді деген басқарушы ысқырығын шырылдата қасына келіп қалды. Жепелдемеде Мұқанның бір қолы белбеуден босап кетіп, Митя жерге тік тұра қалды. Мынауың өлтіретін болды, бүйткен күресі құрсын, деді әлсірей бастаған Митя. Мұқанның ұстап тұрған бір қолын босатуды сұрап. Әй, Тілмаш, мынау не деп тұр өзі? Мен жығыспай босатпаймын. Мен мұндай күреспен қайта күресуші болмаспын, деді Митя. Оны комиссия қабыл етіп, бірінші пар жұмысын бітірді.
Екінші палуанды 3 минут ішінде жықты да Мұқан киімін киіп цирктен кетіп қалды. Ертеңіне цирктің басқарушысы Мұқанды кеңсесіне шақырып алып, өтінішті ұсыныс жасады. Алыпсоқ шедем күпінеске азамат, сен кімсің? Шыныңды айт, сен орыс тілінде білесің. Тілмәшсіз өзің сөйле. Бізді енді алдама, деді. Әй, мынауың не деп отыр, түсіндірші, деп тілмәшті іздеді. Ол жоқ еді. Мұқанды сынамақ болып, тілмәшті жорта қасындағы бөлмеге отырғызып қойған екен. Амалы жоқ, алып келді. Сөз қайтадан қазақшаланды. Жоқ, бұйырмасын, түсінсем неге сөйлеймін, сөйлемейін. Атым да сол, өзім де осы отырғаным. Әкемді көріп отырсыңдар ғой анау. Күнде келіп жүрген қара шал, онысы нағашысы Қали болатын. Цирк басқарушысы күдігінің түйінін шеше алмады. Ол екінші тілегін айтты. Біз келісім қағазды қайта жасайық. Көктемге шейін бізде қалатын бол. Басқарушы мен 35 сом айлық алам. Саған 50 сомнан берейін. Кассаға түскен 100 сомнан артығының тең жартысын алам дегеніңді қой. Қой, айта көрме. Уәде, Құдайдың аты мен. Екі сөйлемеймін. Ақ қағазға бармағымды бір басқан соң айтқанымда тұрам. Ақша түспесе түктің керегі жоқ. Палуанның екеуі жығылды ғой. Енді қалғандарының бірінен жығылсам, көлігімді беремде кетем. Бүгін нешеуімен күрестіресің? Оны өзің біл. Бүгін жығып шықсам, ертең ақша бер. Қалада ішетін аз, көлік шөбі сатулы екенін білесің. Теңге керек болып жатыр. Не де болса, бір күнде болсын деп едім. Оған өзің болмай созып отырсың. Тағы да жоқты сылтау етіп, күнде күрестің жобасын қысқартып жүрме. Біз қазақ мал баққан ел екенін өзің білетін шығарсың. Ауылда малымыз бар, таситын шөбіміз бар. Алдар разы болсын, бізді бөгеме, деп шартты қайта жасау туралы сөзді орындамай қойды. Амал жоқ, көшірмесі қолына берілген қағаз күшінде қала берді де күрес жүре берді. Бір жеті уақыт өтіп, 12 палуан қазақ күресінен түгел жығылып болды. Мұқанға келіскен жарнадан 350 сом ақша түсті. Сатылған билетті санап, кассаны тексерейік деп Мұқан айтпады, бергенін алды. Шапан шақпыт дегендей көруші көпшіліктен сый да түсіп жатты. Қазақша күрес бітіп, цирктің тасыған сүттей табысы суалатын болды. Цирктің бастығы беделді бір қазақтың үйіне қой сойып, Мұқанды серіктерімен қонаққа шақырды. Әлгі үй цирктің өз ақшасын өзінен аямай риза боларлықтай сый істеді. Дастархан үстінде цирктің басшысы мен палуандары түгел болды. Ас әзірленгенше шай үстінде циркшілер мынадай өтініш етті. Алыпсоқ мырза, атың бұл емес, өзің айтпаған соң амал қанша, солай ата береміз де. Кеше бір үйде қонақта болып сен туралы әңгіме болғанда сол үйдің баласы, ол жасырынып жүрген Мұқан Мұңайтпасов деп еді. Әкесі, сен қайдан білесің оны? Ол елге келген жоқ, деп жекіп тастады. Содан кейін сенің кім екеніңді білмей дал болдық. Шамасы біз білмейтін қазақтың белгілі адамы көп сияқты. Ел болған соң солай болады да. Енді тілегіміз мынау, шаруаң жағынан асығыс болсаң, мына қартты ауылға қайтара тұрып, өзің біраз күнге тағы қалуыңды сұраймыз. Мына палуандарды сен қазақ күресімен ұстасуға келтірмей-ақ жығып шықтың. Бұлар да тек жерге шанша салған қора емес еді. Жүзді жығып, жүлде алғандар болатын. Біз де циркке сай тасындай саралап алған адамдармыз. Бұлардың көңілінен де тарамайтын арман қалып отыр. Күштілігінде шек жоқ. Бірақ біз әдісіне жетілмеген қазақ күресімен күрестік. Бізбен тек французша күрессе екен. Жығылсақ та армансыз қалар едік, деп тілек етеді. Мына әкеңнің алдында осыны айтып, сенен тілек еткелі дидарласып отырмыз. Осыған не айтасың, деді. Мұқан ойланып серіктеріне қарады. Олар жымиысып қойды да, өзің білесің, жауап бер десті. Мен французша күресті білмеймін ғой. Білетініңе біздің шегіміз болмай отыр. Тіпті білмеген күнде білмейтін күреспен бізде күресіп жығылдық. Азар болса, сен де солай боларсың. Мен қандай күрес болса да жығылғым келмейді.
Жарайды, ойласып ертең циркке келіп өзім айтайын деді. Ас пісіп, адамдар ас ішуге бөлінгенде Мұқанды палуандар өз бөлмелеріне алып кетті. Шараптың алуан түрін алдырған екен. Ас алды, бір-бір рюмка ақтан көтермекші болды. Мұқан, мұндайды ішіп көрген емеспін, маған қымыз керек деді. Бірақ ол мұндайда табылмады. Енді мына шөлмектерді өзім қарап бұйырған бірін ішейін, сендер маған тәттісін айтыңдар, деп 5 жұлдызды коньякты қолына ұстады. Осының шөлмегі әдемі екен, сірә тәтті болар деді. Дәл таптың, оның ішіндегі қант қосқан су, деп Тілмаш қулана күлді. Цирк бастығы рюмка ұсынып еді. Мұқан сорпа кесе алдырып, мен қымыз ішіп үйренген адаммын, толтырып ақ құй, тәтті деп отыр ғой мынау, деді. 60 градустық шарапты сіміріп жіберіп, басынан тастамай отырған түлкі тымағын жұлып алды да, бала алдаған екенсің, мұның ішіне қант қосылмапты, деп үлкендеу шанышқыны алып, кесе-кетті көмелете ұрып жіберді. Осындайда ауыл адамы бола ма екен, деп басқарушы күліп жіберді. Бірақ Мұқан шарап ішуді қайталамады. Цирктің жарнамасы жаңарып, Алпысоқ шидің Купнескийдің француз күресіне түсетіні жарияланды. Мұны естіп, дүмеген жұрт дүмей түсті. Цирктің билеті тағы да жетпей қалды. Күреске жаны құмар қазақтар ауыл-ауылдан ағылып келіп жатты. Цирктің тәртібі бойынша арбасына күн салып Мұқан бір палуанмен күресетін болды. Алдымен Митя килікті. Әй Тамыр, мен саған қазақша күресті үйретіп едім ғой, сен французша күресті үйрет. Белбеусіз сені қалай ұстап жығам? Судан шыққан балық сияқты жылмаңдап тұрсың. Митя не дерін білмей сасқанынан күліп жіберді. Сен білмесең де сені жығам деген ой менде жоқ. Оған дәмеленіп те тұрған жоқ. Бол, баста, қалай өзі? Маған не істейсің? Ол келіп жауырынынан қағып жіберіп еді. Мұқан ет бетінен жата қалды. Мынау бір ұрып құлатқаны ма? Тегі күші көп болса да, әдісін білмеген соң қиын екен ғой, деп шуласты жұрт. Митя аздап дәмеленіп қалғандай, әдісін білмегеннен болар деп, оның кеудесіне еңсесін арта жатып, қолтығына қолын сұға шалқалақтатпақ болды. Бірақ ол үміті ақталмады. Бейне бір жерге шегелеп тастағандай қозғалар емес. Қабырғасына алған қолын қайырып, үстіне шығармақ болып әуреленді. Онысы қабырғасына байлап қойғандай бүлк етер емес. Етпеттей жатыр Мұқан. Арқасында бала ойнатқандай жауырынын созып әбден діңкелетті. 20 минут уақыты таянып та қалды. Ол үстіне түрсе кимей, кең балақ жарғақ шалбар тауып киген еді. Митяның аққан тері оны былбыратып жіберді. Уақыт 2 минут қалғанда екі қолым қолтығынан бірдей сұғып, бұлшық етін уыстап алған Митяның оң қолын сығымдай ұстап, ұшып тұрды да еңкейе беріп, иығынан асыра шалқасынан салды. Ол тізе бүгуге шамасы келмей, тандырдың нанындай жабысты. Классикалық жығыс, деді төреші. Өзі үйреткен әдіспен жықтым. Мұндай күресті кім көрген, деді Мұқан. Ауыл палуанының шеберлігі күннен күнге жетіле берді. Мыналардың әдісін әбден біліп алды, деп күңкілдесті көрушілер. 8 палуан жығылып, черный замок алаңға шыққанда, Мұқан қыңырлау тұрып, көз қиығын салды да, мұнымен ең соңынан күресем, деді. Оның денесі Мұқаннан 1,5 есе жақын ірі еді. Көрушілер, осыдан қауіптенеді білем, деді. Оны елең қылған Мұқан болмай, басқаларымен күресе берді. 11 палуан 11 түрлі әдіспен келсе де жығылып, төрелік айтушылардың біріне наразылық білдіргені болмады. Қала бастықтарының үлкен кішісі, атақты байлар, саудагерлер, әкімдер болып түгел күрес қызығына қарасты. Мұншалық күш, мұншалық шеберлік ауылға қалай сыйып жатқанын, оны осы уақытқа шейін көздеріне түсіре алмағанына өкіністі. Мұның кім екенін білу үшін Сарытерек болысына тексеру хатта жазды. Құрметті ұлық, ол болыстың адамы,
мал баққан Қали дегеннің баласы. Оның жиені Мұқан Мұңайтпасов деген Петроградта күресіп жатыр. Баяғыда бабалары батыр болған адам көрінеді, деп жауап та келді. Содан кейін Черный Иван деп күдіктенетіндері шешілмей қалды. Дуанға келгеніне айға жуық уақыт өтіп, ең ақырғы Черный замокпен күресетін кеш келді. Адамның дүмеуі күннен күнге тасқындай берді. Біреуден біреу сатып алып бір билет 5 сомға шейін барды. Айрықша атағы бар дәудің біреуі өткен күресте өте тез жығылды. Елді таңырқатқан жағдай, палуандардың кішілері күрес мерзіміне жеткенше, кейде асқанынша тіресуші еді. Үлкендеріне кезек келген сайын жығыс жылдамдай берді. Ірі палуанның бірі 3,5 минутта-ақ жығылды. Бүгін Мұқан көпке шейін циркке келмеді. Көрушілер сол шынымен осыдан қауіптенеді. Келмей қашып қалмағай еді десіп отырғанда Мұқан да келді. Палуан, бүгін кешігіп келдің, күнде ерте келетін едің десіп, таяу отырғандар жайын сұрады. Өзім тұмауратып, басым ауырған соң, бүгін келмей-ақ қояйын деп едім. Мына қара дәуден қорықты деп айтама деп ұялғанымнан келдім, дей салды. Әнеу күні қазақша күрескенде осыны тез-ақ жықтың. Соны қазақ күресінің әдісін білмегендіктен жығылды деушілер болды. Ал сен мынау күрестің әдісін білмейді жығып жатырсың. Бізше әдістің тетігі күш сияқты. Осы дәу қараның күші өзіңнен қалай? Көп пе? Ой-бой, мұның теңдесі жоқ палуан ғой. Әнеу күні аруақтар жар болып жығып едім. Бүгін қайдам, деп Мұқан қорыққан кейіп көрсетті. Алла жар болсын шырағым, сескенбе, күшің басым екенін осы серіктің өз адамдары айтып, ауыздарының суы құрып жүр. Құдай біледі, жығасың, десіп қарттары сүйеу бергенде сөздерін айтысты. Мұқан Черный замокке жылдам басып барды да, өкшесін жерге тіреп жіберіп, мойнынан шап беріп құшақтай алды. Биік дене иіліп, бастары түйісті де, қолдары екі басты қосуға салған құрсаудай айқасты да қалды. Екеуі өгізше тіресіп бірнеше секунд тұрды да, Мұқан желке етін қыртыстандырып жіберіп, замоктың айқастыра ұстаған қолын серіппеше жазып жіберді. Еңкейе беріп, басын төмен қарай сырғыта жазылмаған күшті қолды нығырақ сіркіп жіберді. Нардай үлкен дене кілем үстіне ет бетінен сұлады. Оны жайғасып жатуға уақыт тапқызбай, кеудесі мен иығын жаныштай басып, аударған қаптай төңкеріп тастады да, кеудесімен басып жата қалды. Ысқырық шырылдап, жығудың әділ екенін, жығушының ерекше күшті екенін хабарлады. Сен түсіңде менің ағам Ванядан 2 жығылып, маскаңды алдырып едің. Мұнда келіп менен жығылғаның ұят емес пе? Деді жығыс кешірімін сұрап, қол алысып тұрғанда орысша болбырата сөйлеп, Черный замок еңкейе қарап, «О, Ваня, бауырым, сені көрген бақытты күнім осы екен ғой», деп қанатын жая құшағына алды. 1948 жылы август айының аяқ шенінде Темірлан селосына қарайтын Ленин атындағы колхозда отырған Мінайым жеңгейдің үйіне есекке мінген бір колхозшы келіп, «Мінайым, Қажекеңнің қабірінің басына барып, шай қайнатып ішіп, қабіріне гүл қойып жүрген орыстың кім екенін білдіңдер ме?» деді. Үйдегілер таң қалысып, жанындағы зиратқа қарай тұра жүгірісті. Келсе, қартаңдау келген алып денелі орыс, арқасында арқалап жүрген жүгі бар. Сұраса келгенде осы қабірді әдейі іздеп келгенін айтты. Есбол Айдархандар үйіне ертіп келіп, асын беріп, Қажекеңнің досына сый құрмет көрсетті. Ол Ақмоладағы белгісіз болып күрескен 12 палуанның бірі екен. Қартайып пенсияға шығыпты. Оңтүстік Қазақстан облысындағы мектептердегі спортшыларға нұсқау береді екен.